Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі сабағымыз қазақ тілі. Сабақтың тақырыбы етістік. Оқу мақсаты сөйлем ішіне етістікті анықтау, бас әріп және кіші әріптің биіктігі мен мөлшерін сақтап, оларды байланыстырып көлбеу және таза жазу. Ендеше балалар, етістік дегеніміз не? Етістіктің сұрақтары бейнетаспаға назар аударайық. Етістік заттың қимылын, амалын, жай-күйін білдіретін сөздер етістік деп аталатындығы. Құрметті оқушы, алдыңдағы оқулықта сен біліп шығуға арналған көптеген жұмыстар бар. Сенің оны орындай алатын білімің жеткілікті. Тек мұқият болуды ұмытпа. Етістік заттың қимылын, іс-әрекетін, амалын, жай-күйін білдіретін сөз табы. Ол не істеді, не қылды, қайтты деген сұрақтарға жауап береді. Мысалы, көп ойласаң дана боласың, көп ойнасаң бала боласың. Кітапханада кездескен екі баланың әңгімесін мұқият тыңдаңыз. Әңгіме не жайлы екеніне көңіл аударыңыз. Ассалаумағалейкум, Санат. Уағалейкумассалам. Қалғалай? Санат, сен етістік тақырыбын түсіндің бе? Иә, түсіндім. Бұл тақырып өте қиын емес қой? Кел, екеуміз мысалдар арқылы дәлелдеп түсінейік. Сен маған көмектесіп жібер. Жарайды, кел. Мысалы, екі жігіт ауылдан шығып, көл жағасына барды. Онда балық аулады, күнге қыздырынды. Сен айтқан осы мысалдарыңды шығып, барды, аулады, қыздырынды дегендер етістіктер болады. Иә, олар заттың қимылын, жай-күйін білдіріп тұр ғой. Иә. Қайтып, қайтты, не істеді деген сұрақтарға жауап беріп тұр. Сонда қайтты, не істеді, не қылды деген сұрақтарға жауап берсе, етістік болады екен ғой. Жақсы, демек етістік не екенін есімізге түсірсек, ендеше оқулықта 74-ші бет, 11-ші жаттығу, мәтінді оқы. Кәне, Аят, Нұрдос, Нұралы бірге оқимыз. Екі бала тоғайға бардық. Қарағайдың түрлі өсімдіктің жұпар иісі мұрнымды жарады. Аласа бұталардың арасынан сұр торғай, көк шымшықтар пыр-пыр ұшады. Алыстан ала қанат тоқылдақтың тоқылы естіледі. Тоғай іші көнілді. Жақсы балалар. Ендеше Маржан, Азали, осы мәтіннің ішінен не істеді, қайтеді деген сұрақтарды қойып, етістікті таба қойыңдаршы. Керемет, жарайсыңдар балалар. Келесі жаттығу 13-ші жаттығу 75-ші бетте. Суретті пайдаланып, жоспарды жалғастыр. Суретте қандай ертегі бейнеленген? Иә, түлкі және ешкі ертегісі. Ендеше түлкі және ешкі ертегісін тамашалайық. Ертегі. Бір күні түлкі келе жатып, абайсызда бір терең құдыққа түсіп кетіпті. Шыға алмай тұрғанда, бір ешкі су іздеп жүріп, әлгі апанға кез болып түлкіні көрді. «Ей, түлкі батыр, не қылып тұрсың?» депті. «Ой, не қыласың? Жаным жай тауып тұр. Қырда әрі сусап, әрі ыстықтан өліп едім. Құдықтың іші әрі салқын, әрі түбінде тұп-тұнық суы бар екен», дейді түлкі. Мұны естіп ешкі: «Мен де салқындайын, әрі су ішейін», деп ойлап, секіріп құдыққа түсіпті. Сонда түлекең ешкінің үстіне секіріп мініп, онан мүйізіне шығып, далаға ырғи жөнеліпті. Сөйтіп жөніне кетіпті. «Өтірікке алданба, басың бәлеге душар болады» деген осыдан қалыпты. Жақсы балалар, тамашалап болсақ, енді ары қарай жоспарымызды жалғастырайық. Ең бірінші, не істеді? Түлкінің апанға түсіп кетуі, түлкі апанға түсіп кетеді. Содан кейін түлкіге кім жолықты? Түлкіге ешкі жолықты, ешкі мен түлкінің әңгімесі. Сосын не істеді? Түлкі әрине өзінің қулығын іске асырды. Түлкіге алданған ешкі. Жақсы балалар, түлкі қандай жануар?
Түлкі өте қу жануар. Жақсы, жарайсыңдар. Жарайсыңдар балалар. Демек, үйге тапсырма оқулықта 76 бет 14 жаттығу. Мен сендерге сенемін. Сәттілік.